Сөйтіп Аллах Тағала өлім туралы бізге түсіндірді да, міне өлімнің де есеңгіретін сәті келді, келіп жетті басыңа, есіңде ме, сен осыдан қашып жүрген едің ғой деген мағынада айтты. Өткен шақта айтып жатыр да, бізді өліп жатқан адамның сәтінде сөйлесіп жатыр да бізбен. Осындай өлім деген ақиқат келеді, құрметті бауырлар. Сосын өлімнен кейін өліммен аяқталмайды дейді Алла Тағала. Уануфиху фиссур, қияметке кіріп кетті бірден, келесі аятында. Өліммен қияметті байланыстырып отыр. Көрдіңіз ғой. Өлім қияметке әкелетін нәрсе. Өлім қияметке көшіретін нәрсе. Енді таңғалатын нәрсеңіз, сұрға үрленгенде деп айтпайды Алла Тағала. Өткен шақта да айтады да оны. Сұрға да үрленіп қойылды дейді, қараңыздар. Сұрға да үрленіп қойылды, қиямет орнады, келдің алдыма деген нәрсеге кіргізіп жатыр да. Ана әсерлі болу үшін. Залика яумул ваид, барлықтарыңа ескертілген күн еді ғой деп айтамыз дейді ол күні. Ол күні ешкімнің жаңағындай мені кешірші, қайтаршы деген сөздері қабылданбайды. Ол ескертілген күн еді ғой деп қана айтамыз дейді ондайларға. Міне осы сұр, құрметті жамағат, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзі мынандай бір хадисінде түсіндіреді бізге. Кайфа анғаму дейді. Мен қалайша рақат сезе алайын бұл өмірде дейді. Қараңыздаршы. Қалайша мен ұзақ уақыт рақат сезе алайын. Қалайша мен ұзақ уақыт қуана алайын бұл өмірде. Уасохибул қарны илтахамал қарна. Сұрға үрлеуші періште сұрды аузына тіреп алды ғой дейді. Қараңыздар. Уахана джафхатаху, маңдайы аршының құзырына қараған дейді. Қараңыздар. Мата юмару бин нафхи фаянфуху, қашан бұйырылады екен, бұйрық келген бетте үрлегелі тұр дейді. Міне осы нәрсені мен көрдім дейді көзіммен. Соны мен көргеннен кейін мен қайтып рақаттан алам дейді. Ұзақ уақыт қайтып мен рақаттан алам дейді. Міне осы сұр мәселесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, бұғисту ана уассаға кахатайни деген ғой. Мына екі саусағымның біреуінен қанша ұзын болып тұрса, қиямет сағатымыздың, қиямет пен менің арам осындай дейді. Екеуміз осылай жіберілгенбіз дейді. Осы екі саусақ сияқты жіберілгенбіз дейді. Мен және қиямет дейді. Сұрға үрленгеннен кейін, құрметті бауырлар, Аллах Тағала өзі Құранда айтады: аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва нуфиху фиссури, сұрға үрленді. Фасағиқа ман фиссамавати ва ман фил арди, көктегілердің де барлығы мерт болды. Қараңыздар, жердегілердің де бәрі мерт болды дейді. Илля ман ша Аллах, Алла қалаған нәрселер ғана. Мысалы жаханнам, тозақ, жәннат деген нәрселер, олар солай тұрады. Бір неде пайғамбарлардың арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ала тухайируни ала Муса». Қарапайымдылығымен айтып отқан сөзі: мені Мұсадан артық көрмеңдерші дейді. Қарапайымдылықпен айтып отыр да, мені Мұсадан артық көрмеңдерші дейді. Фаиннан наса юсқақуна яумал қияма, сөзсіз қиямет күні бүкіл адамдар мерт болады дейді. Жаңа сұрға алғашқы үрленген кезде түгелі мерт болады дейді. Фаакуну фи ауали ман юфиқ, ең бірінші мерт болғаннан кейін ең бірінші ес жинайтын менмін дейді. Қараңыздар, қайта тірілетін күні. Осылай берілген дейді хабар маған Раббым тарапынан. Ең бірінші ес жинайтындардың ішінде боласың деп. Сөйтіп, ең бірінші болып есімді жинап қарасам, вараайту Муса дейді, Мұсаны көріп қалдым дейді ана жерде. Батышу bijanibil арши, аршының түбінде жүр дейді Мұса. Фала адри, білмеймін дейді. Акана мимман сағиқа ва уфиқа қабли,
ол да мерт болып менен бұрын ес жиып қойды ма? Әмкана мимман истасналла. Әлде Аллах Тағала жаңағы аяттағы Алла қалағаннан басқасының деген жерде Мұса да бар ма екен дейді. Өйткені ол әуелгі құлағанда жердің бетінде соны жеткілікті көрді ме екен Раббым оған дейді. Таудың құлағанын естеріңізде ғой, Раббым сені көрсем бола ма деген дейді. Сол сияқты осы сұрға үрленіп, сонымен біраз уақыт өткеннен кейін вануфиха фихи ухра, екінші мәрте сұрға үрленеді. Фаизахум қияму янзурун. Адамдардың барлығы тік тұр алдымызда дейді, болды. Бір әп-сәтте жинап әкеле салдық дейді да. Әп-сәтте жинап алып келдік дейді. Сол қабірден тұрған бетте мүминге періштелер келеді. Қабірден тұрғызып алып жатқан кезде кәпірге де періштелері келеді. Рахым періштелер, азап періштелері да. Екеуінің келуі екі басқада. Мысалы, мүминдерге келетін періштелер нахну аулияукум фил хаяти дуния ва фил ахира. Біз сендердің достарыңбыз, дүниеде де дос болғанбыз сендерге. Көргенбіз сенің намаз оқып жылап жүргеніңді, қасыңда жүргенбіз. Сен бізді көрмегенсің, бірақ мен сені көргем деп айтады екен да. Міне бүгін де қабірден тұрған кезде иманмен тұрдың. Біз сенің ақыретте де досыңбыз деп айтады екен. Сондағы сөздері жаңағы валякум фиха ма таштахи анфусукум. Сендерге анау жәннатта қалаған нәрселерің бар. Ана тұрған кезде де қорқыныш адамды қалай жұбатады да періштелер. Қана досыңыз қандай, қай достарды жасайды да аталым мендерге. Жұбатады ана адамды қабірден тұрған кезде. Сендерге ол жақта қалаған нәрселерің бар деп. Сол қабірден тұрған кезде андай жағдай болады, құрметті бауырлар. Важаат куллу нафсин, әрбір жан келеді. Мааха саиқун ва шахид. Әрбір жанды қабірден мақшарға айдап келатқанда, оны айдаушысы қоса келеді дейді, оны айдап әкелетін. Періштен айтып жатыр да. Айдаушы періштесі болады дейді. Ва шахид. Сосын куәсі болады дейді. Куәсі екі періште ғой. Біреуі айдаушы періште, біреуі куә періште. Неге куә? Өйткені сотқа айдап апаратыр ғой. Сот куәсіз болмайды. Сонымен жаңағы қасындағы өмір бақи жүрген, жазып жүрген періштесі, куә періштесі. Бағана айтты ғой, аузыңнан бір сөз шықса, дайын тұр дейді, әзір тұр дейді. Куәгер ол. Ол не үшін куәгер? Ол қабірде анау неге дейін Алла Тағаланың алдындағы есебіне апарып, сосын не жәннатпен, не тозақпен аяқталғанға дейін оның жұмысы бітпейді әлі. Қашан жәннатқа кіретін, жәннатқа кіріп, тозаққа лақтырылатын, тозаққа лақтырған кезде қызмет аяқталады. Сол күнге дейін ол бақылаушы, қазір ол жазушы. Ертең ол соған куә береді. Көрдіңіз ғой? Соны Алланың алдында сөйлейді. Сосын жаңағы сот немен аяқталады, сол кезде бірақ аяқталады қызметі. Міне сол амалды жазып жүрген періштесі, куә періштесі қоса келеді дейді, онымен бірге махшарға қарай. Айдаушы періштесі және бар дейді. Сөйтіп, Аллах Тағала Зумар сүресінде бізге бір әдемі аяттарын түсіндіреді. Осы айдалу мәселесі жайлы. Кәпірлер де айдалады, мүминдер де айдалады. Екі айдалу, екі бөлік. Мүминдердің айдалуы бөлік, кәпірлердің айдалуы бөлік. Айдалады, өйткені екі жақта да айдаушы періштелер бар да. Айдаушы періштелер бар. Сосын куәгер періштелер бар. Міне осы кәпірлердің айдауы жайында Аллах Тағала айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Васиқал лазина кафару иля джаханнама зумара. Сол күні кәпірлер қабірлерінен тұрған бетте жаханнамға қарай айдалады. Сол айдап әкелгеннен хатта иза жауха, жаханнамға қарай келген кездерінде футихат абуабуха. Өте қорқынышты сәттер, құрметті бауырлар.
адам ол күні қандай бір қателік күнә жасап нетсе де үміттеніп тұрады да, мысалы үміт мүмкін кешіріледі деп. Кәпірлер де қатты үміттенеді де ол күні. Мүмкін кешіреді Раббымыз. Аллах Тағала өте мейірімді, өте кешірімді, рахымды. Ана айдалып әкеліп жатқан кезінде жаһаннамға қарай дейді. Ойлаңызшы. Сосын ана жаһаннам деген нәрседе аналар айдалып келе жатқанын көрген кезде есіктер ашыла қалады екен. Есіктер ашылғаннан кейін футихат абуабуха ва қауля лахум хазанатуха. Тозаққа есіктер ашылған бетте тозақтың періштелері шығады алдарынан. Хазанатуха деген тозақтың қарақшы періштелері, тозаққа қарайтын періштелер. Сонда адамға жаңағы қасірет қосады, олардың айтатын сөзі وَقَوْلَ لَكُمْ خَزَنَاتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ. Сендерге бұрын елшілерің келмеп пе еді? Фаржиғына Раббымыз қайтаршы бізді. Нағмел салих аламал істеп келейікші. Намуқинун, біз қазір көзіміз нақты көріп тұр. Раббымыз бізді қайтаршы. Сондағы Аллах Тағаланың сөзі әлемдердің Раббысы, өйткені оның хақысы берілмеді. Иқсау фиха. Тозақтың ішіне жоқ болып кетіңдерші дейді. Көрінбеңдерші маған көзіме. Уәлә тукаллимуни. Сөйлемеңдер маған. Сөзсіз бүгін сендердің дауыстарыңды ешкім естімейді. Бұл Алла Тағаланың дініне қарсы жұмыс істеген адамдар, пайғамбарды жылатқандар, пайғамбардың үстіне жуынды төккендер, исламды өздері ұстамаса да біреулерге ұстауға маза бермегендер, түгел ақиқатты өтірікке шығарғандар, Алла Тағаланың әлемдердің Раббысын мойындамағандар, Алланың жерінде өз бетінше жүргендер, Алла Тағалаға маңдайын сәждеге қоймағандар, пысқырмағандар ақиқатты. Міне осындай нәрсе жасалғаннан кейін Алла Тағала айтады екен оларға: Фанаситум, сендер ұмыттыңдар кезінде жердің бетінде менің аяттарымды, менің қадірімді, менің құранымды. Ва инна насинакум, біз де бүгін сендерді ұмытамыз дейді екен.